Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Наргиза Рабатова. Бүгін сіздерге өте керемет әрі тамды болып шығатын осман тілі баклавасының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге баклаваға керекті ингредиенттерімізді дайындап алуымыз керек. Толық мөлшерін осы видеоның астынан жазып қалдыратын боламын. Ыдысымызды дайындап, ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, араластыра отырып, одан кейін барып қаймағымызды салып, тағы да жақсылап араластырып алуымыз керек. Одан кейін еріген және де кішігірім жылы біз сары майымызды құйып, тағы да жақсылап араластыруымыз керек. Одан кейін сұйық май және де жылы суымызды қосып, тағы да бір келкі массаға дейін араластырып алатын боламыз. Одан кейін дәл осы массамыздың үстіне біз бір ас қасық алма уксусын қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Егер де алма уксусын таппасаңыздар, лимонның шырынын қоссаңыздар болады. Одан кейін ұнды 2 бөлікке бөле сала отырып, оның үстіне қопсытқышты салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды дәл сол мөлшерден аз немесе көп қосуға болмайды, дәл сол мөлшерді толық қосуымыз керек. Жақсылап қамырды илейміз. Қамыр бірден иленеді, себебі үстінде сұйық май және де сары май болғандықтан қолға жабыспайды. Өте нәзік, керемет қамыр болып шығады. Қамырымызды толық осылай үстелдің үстінде илеп алуымыз керек. Одан кейін қамырымызды бірден 8 бөлікке бөліп алатын боламыз. Өздеріңіз қалағанша бөлсеңіздер болады. 7 немесе 8 бөлікке бөлуге болады. Осылай бөліп алғаннан кейін барлығын бір келкі қылыппен таразымен өлшеп алдым. Немесе көз мөлшермен де бөле берсеңіздер болады. Бетін пищевой пленкамен жауып, кемінде тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоюымыз керек. Одан кейін барып біз қамырларымызды жаятын боламыз. Қамырымыз тоңазытқышта жарты сағат тұрғаннан кейін барып, біз қамырларымыздың барлығын бір келкі қылып жаятын боламыз. Ол үшін бізге тек жүгері крахмалын қолданып жаямыз. Картоп крахмалы немесе ұнмен жаюға болмайды. Осылай оқтаудың көмегімен айналдыра отырып жаюымыз керек. Қамырды жайғанда оқтаудың ортасынан ұстамаймыз, тек екі шетінен ұстап отырып жаямыз. Егер де қамырдың ортасынан ұстап жайсаңыздар, қамырларыңыздың ортасы бірден жұқарып, жыртылып кетеді. Сондықтан тек шетінен ұстап жайған жөн. Қамыр жұп-жұқа болып жайылды. Қамырдың астына кітап қойғанда анық көретіндей және оқитындай болып тұруы қажет. Осыдан кейін біз қамырымызды алып қойып, келесі қамырларымызды жаятын боламыз. Енді біз баклавамыздың майын дайындайтын боламыз. Ол үшін сұйық май мен сары майды жақсылап ерітіп алатын боламыз. Ерігеннен кейін осылай бетінде көбіктердің барлығын сүзгімен алып тастауымыз керек. Ешқандай бетінде көбіктер қалмау керек. Егер де көбіктері қалса, біздің баклава піскеннен кейін бетінде қап-қара болып жүріп, яғни баклаваның түрі әдемі болып көрінбейді. Барлығын осылай жайып алғаннан кейін біз дөңгелек формада кесіп алатын боламыз.
Енді тапамызды жаңағы маймен майлап, қамырларымызды кезек-кезеңмен орналастырып отырамыз. Одан кейін барып әр қамырдың арасына дәл осы майларымызды жағып шығуымыз керек. Және де әр қамырдың арасына өздеріңізге ұнаған жаңғақты себе берсеңіздер болады. Негізі баклаваға тек фисташка қосылады. Фисташкасыз жаңғақпен немесе кокоспен жасасаңыздар болады. Өте керемет әрі дәмді болып шығады. Енді біз баклаваларымыздың барлығын осылай жинап болғаннан кейін барып, біз баклаваларды үшбұрыш формасына кесіп шығамыз. Дәл осы Осман тілін баклавасы өзінің үшбұрыштығымен және де өзінің ерекше дәмімен ерекшеленеді. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Біздің баклавамыз 40 минут шамасында піседі. Міндетті түрде бетіне толық майды жағып шығамыз, себебі жылтыр және де өте әдемі болып шығады. Осыдан кейін біз сиропын дайындаймыз. Сиропқа біз қантқа суды қосып, оның үстіне лимон тілімін салып, жарты сағат баяу оттан қайнататын боламыз. Баклаваны біз 180 градустық қызып тұрған пеште 40 минут пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққаннан кейін бірден ыстықтай бетіне дәл осы шытық шарбатты құюымыз керек. Баклаваларымыз пісіп шықты, өте әдемі дәмді болып шықты. Бетіне осындай фисташка жаңғақтарын қойып шықтым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы видеоны лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Комментарийға келесі қандай тәттілермен бөлісіңіз, сіздерге қандай тәттілер ұнайтын міндетті түрде жазып қалдырыңыздар. Ас болсын, сіздермен болған мен Наргиза.